төгüm, meyrimnin mekeni. Балаң түгіл, далам түгіл, бәрі сыйып кетеді. Бірақ тамшы ақ сүтіңнің табылар ма өтеуі? Ана сенің әлдиіңе қандай әуен жетеді? Ана сенің бір талап бақ шашыңда бейнет барау татитын мың ғасырға. Ана сенің бір тамшы көз жасыңда. Аналарды жұмақ дейміз, күн дейміз. Құрғақ сөзге құмарымыз ау ылғи біз. Ыстығасын анамыздың ішіп ап айтқан сөзін құлаққа да ілмейміз. Түн жортсаң өзің үшін алаңдап, кірпігілмей жататынын білмейміз. Жақсы көрем жаным мама дегенде, неге осы ылғи айтып жүрмейміз. Дәмін алғаш келтірген жан ауыздың, тұнығына шомылдырып қауыздың. Сүйткен жанды қуантуым үшінде, керегіне 8-ші наурыздың. Орандырып өміріңді шелекке, өз өмірің өз керегін елеппе. Сүйткен жанға сыйлау үшін орамал, туған күнін күтіп жүру керек пе? Қуанады жүрсең оған еркелеп, үлгер алсаң аз өмірің ерте кет. Жаным мама деп айтуың үшінде, әр мейрамды күтіп жүру не керек? Аналарды көктем дейміз, гүл дейміз, құрғақ сөзге құмармыз ау ылғи біз. Пейіл бөлмей өмір берген адамға дүниенің қыр соңынан жылжимыз. Қош маматай деп айтуға бір күні, үлгер алмай қаларымызды білмейміз.